Өздері білет сразу жазады. Өмірде тағдыр айдап деп тұр ғой. Айтшы кәні, бір өлең айтшы, Маржан. Шаршап отырмын. Айта берші. Есіме түсті. Есіме түсті. Не есіме түсті? Парту айта бересің, жегізген жоқ еш, жеген жоқпын, жегізген жоқ кім досың. Ага. Маржан. Ау. Мен бір ән айтып беріңізші кәні. Дауыс деген білесіз ғой, Танер каприз нәрсе ғой, ол андай күш керек қой, күш жоқ менде қазір. Эфирден білесіз ғой, эфир деген нәрсені ше. Дауыспен емес, бітіп жүрекпен айтсаңызшы, сіз Маржанелла. Шамам жоқ қой, қазір макияжым кетіп, ен жаттық, шаршап. Таңертең 9-да. Мен барсам шымылдық ашыла ма хотя бы? Конечно. Мен үміткерлердің көңіліне қатты қараймын, ондай менсінбеушілік деген дүние жоқ. Сізде не бар екен айтпақшы? Қанша миллиондық гелік дедіңіз сіз? 148 миллион. 148 миллион? Егер шымылдықты ашпай жатып сол сұрақты қоясыз аға? Жоқ, ол көбісі түсінбей жатыр, мен оны үміткерден сұрамаймын ғой, мен болашақ күйеуімнен. Күйеуім может үйленгеннен кейін жағдайымыз по-любому мықты болады. Мен алған адам жағдай по-любому мықты болады. Либо до меня, либо... Бірге көтерілеміз дейсіз ғой, иә? Бірге көтерілеміз, иә. Но түбі әперу керек та ол дүниені. Сол нәрсені айтсам, как будто ана придурок қой үміткерім, нет, андай за свой счет принимать етіп атырып, соны прикол ұстап, соны видео түсіріп. 5 жасар бала вроде ажырасқан қызы бар еркек қой. Но ондай детсад әңгіме айтып отыр да. Еще қанша әйелмен... Мақсат па? Иә, соны осуждать етіп. Короче, содан кейін түсінікті болып, не үшін олардың ажырасып бір семьяны ұстай алмай жүргендері. Мен барсам даусымнан танисыз ба? Вроде, иә, танимын өзгерте алмасаңыз. Жоқ, өзгертейін, егер барсам ұстау. Бар. Алмаймын, тұқ жетпей негізі. Тұқ үш кетіп қуан. Сіз үйленген деп жатыр ғой. Ажырасқан мен, 4 балам бар ғой. Қай жылы? Біреу емес, екеу емес, үшеу емес, 4-еу. Асымда қалмаймын не? Кім? Бала шағасын ба? Мен мамасында шығам. Енді бала деген анасымен болу керек емес па? Иә. Или ажырасқандар қабылдамайсыз ба сіз? Жоқ, сөйлесіп көруге болады, андай, на самом деле, қандай адам екенін. Уже әңгімесі өзгеріп кеткен бе, сөйлесіп көруге болады деп? Жоқ, енді сырттан айта береді ғой, анау мынау деп. Адаммен сөйлеспей білмейсің ғой қандай екен. Хей, Маржан атак Хансада болған мен қосылайық па? Молодец. Адамдар жазбаса ұмытып кетем ше? Ертең эфир жоқ па не? Ертең эфир бар, сол мынаны ұйықтата алмай тұр. Қазір тығылмаша ойнап келдік. Шымкенттің қай жерінесің? Нұрсат. Ұйықтайына болды. Жоқ, ауыл. Ауыл Арыс қой, айна тұршы мен. Ауыл Арыс, бірақ мектеп кезінде көшіп кеткенбіз. Қай жаққа? Шымкентте. Айна, спать. Сейчас буду ругаться, ұйықта бол. Жоқ, ашінде құшақтамайсың, не боласың? Эфирлерінде құшақтап қаласың. Қандай ашінде құшақтамайсың? Ал? Шымкентте қай мектепте оқыдыңыз? 78. Өзі ажырасқан ғой, неге ұрбиып жатыр еді. Мен страшно ұрбиям, мен ажырастым екен деген дүниені бір миыма алып самооценкам түсірмеймін.
Мен 18 жастардан бетер ырбиям негіз сөздің ашығышы. Арбиям емес, дұрыс қой, енді майысу керек қой қыз деген. Жоқ, мен конкретно ырбиям, андай айтып отыр ғой. Действительно, ойбай деп мен ажасқан екем деп, мен өзіме көп нәрсені могу позволить, сол үшін өмірден көп нәрсе сұраймын. Мысалы 148 миллион теңге. Тиктоктағы болғанды ертең эфирді талқыламайсыздар ма негізі? Біз ба? Біз әшейін сөйлесіп отырмыз ғой, оны естіп талқылаймыз. Вообще да енді негізі. Талқыланып жатса аузын жауып тастаңыз аха бәрін. Жоқ, просто сөйлесіп отырмыз ғой, өмір жайлы деймін да, особо бұл нәрсе айтылып жатқан жоқ. Звондаймын қосылайыққа дейді. Ером ойбай звондап қазір айтты. Сіз қай жылғысыз, Маржан? 90. Юсей, рахмет. Қай жастан бастап қабылдайын дедіңіз сіз? Жас не имеет значения. Вообще ештеңе не имеет 18 жастағы жігітті қабылдай бересіз бе сонда? Пожалуйста, мы жетіп жатса, пожалуйста. Прям соқыратқа қотыратпыз ба не біз сонда? Мама? Менің. Негізімен сіз көп хейт аласыз ба негізі жалпы? Жетеді. Бар жетші. Мен көп алмағам негізші. Халықтан ше, отқан кезде де кеткеннен кейін де ше. И содан кейін ана хейт алған кішкене ауырда ма кішкене ше. Халық бар емес па, біздің халықта такой степени еркектер қызы зорласа еркекті қолдап шығады ғой. Қыз өзі кінәлі деген дүниен ше. Сол үшін ер адамға хейт көп кетпейді. Ол жерде жексұрын болатын тек қана әйелдер. 1000 жерден әйел күшті пікір айтып отсаң, кетеді мынау, анау, мынау деп, ал ер адам бір орынсыз нәрсе айтып отса да соны жалпы сондай ғой. Біздің үйде де мысалы, Зака қалайсыз? Қыздың тағдыры, мен білем негізі қыздың тағдыры қиын негізі, еркектікіне қарағанда қыздың тағдыры өте қиын негізі. Қыз мысалы действительно қыз ашық киінген ғой дейді, зорласа, значит повод берген ғой. Сондай дүниелер айтылады да. Біздің үйде де мысалы бір еркек 3 қызбыз ғой. Әйтеуір ана үнімдікі дұрыс болмаса да мама соны қорғап шығады ғой. Соны қорғап шығады, соны жақтап шығады, сөйлеме балама деп шығады. На самом деле, Көшербаев рахмет. На самом деле андай да, біз сыртқа барып ақша тауып келеміз, баласы үйде жатады деген дүние ғой негізі. Ой, Зака, рахмет жаным. Мен де қорғап келе жатыр. Осы уақытқа дейін негізі мен 5 қыздың арасынан жалғыз өзім өскенмін ғой мен. Дұрыс емес, Көшербаева рахмет. Ер адам сыртқа жіберу керек, білген істесін, қалай күн көрсе, олай күн көрсін, кішкентай кезінен ше кәдімгідей соны үйрету керек, жауапкершілік. Зименан кешіресіз ба Маржан сіз? Никак па? Азарт рахмет, никак қой. Азарт рахмет. Ой, рахмет айта бермей, сосын рахмет айтасыз. Никак измена кешірілмейтін дүние мен үшін. Гуджан неге қарызға кіргізіп жүрсін деген несі. Гуджан мені шетелге қыдыртып па не қарызға кіргізетіндей. Зака не болды дейсіз? Қумаңдар достар, Гуджан маған не істеді, мен қарызға кіретіндей ештеңе істеген жоқ қой. Сізде қанша осы, бір қыз ба или 2 бала ма? Бір қыз. Бір қызыңыз бар. Қаншада жасы? 9-да. Сіз сонда білмей кеш шықтыңыз да тұрмысқа да? 26 жасымда. 400 адам отырсыздар ғой, лайк басып отырсаңыздар хотя бы. Лайк бесплатно ғой. Маржан көрдіңіз, мен кірсем, мен кірсеңіз активіңіз көтеріледі? Да, обычно 250 адам отырады еді, қазір 360 адам отыр. Біз активті көтеруге әшейін ғой біз үшін сіздің активіңіз көтеру. Рахмет, сәлем. Алматы жұмыс жоқ. Менің жұмысым, кәсібім Шымкентте ғой. Мен өзім болмасам да ол жақта ақша түсіп тұрады. Солай. 148 миллион не болды дейді. Ой, достар, ай. Кеше анау сол 148 миллион тема шығып кетсе біреу маған жазыпты. Д. Озып кетейік пен анда Вайкспен. Тоқал боласың ба дейді. Жоқ, мен тоқал болмаймын.
тойға шығамын, группам бар, той ұйымдастырамын, мен кіргім келді. Зака қайда кірдіңіз? Пастель. Мен пастель сатады екенмін ғой, айтпақшы. Маржан, пастель керек па? Не пастель? Мен пастель сатады екен. Кәдімгі бүйтіп төсек бүйтіп. Жоқ, не оболочкасы ма или одеяло ма, под одеяльник па, не сатасыз? Именно пастель бітіп қалды, қазір жастық бар, и көрпе бар ғой жамылатын, и полотенцелер бар. Болды, алып тұрмыз. Алыңызшы менен, Маржан. Вот, алам. Алсаңыздаршы, Даниярдан. Доставкасы өзі жасап береді, Аха. Ұмыт кеттім ғой, мен пастель сататын. Шынақта адамдар есіме салмасам, пастель сатасын ғой сен. Бауырсаққа ғашықпын деп отыр еді ғой Данияр жаңа. Не бауырсақ, жейтін бауырсақ па, или адамның аты ма? Зака, мен сіз түсінмедім. Ая түсінбедім бе, не дейді ағылшынша? Маржан. Түсінбедім бе ағылшынша, не дейді? Ой, I don't understand. Зака, I don't understand. Ау, не дейсіз, Руслан? Ой, Данияр, не дейсіз? Маржан. Негізі бүйтіп батыл ойнап бүйтіп стримде отқан адаммен сөйлесіп отқан, анақта бүйтіп отқан ол андайға жатады, әдебиетсіздікке жатады ол. Мен мысалы үміткерім жоқ деген нәрсе ғой, менің жұбым жоқ ол жақта. Біз артық не айтып жатырмыз мысалы да. Просто өмір жайлы айтып отырып болды ғой. Мен ұнатасың ба, сен мен ұнатасың ба деген әңгіме айтқан жоқпыз ғой біз. Гуджан ғой адам, Гуджан не істепті мен адам қылып, маған машина алып беріп па, мен жағдайым жасап беріп па, мен шетелге алып шығып па. Жоқ, енді ол жігіттің кішкене андай бір септігі тиген шығар, енді жаңағыдай сол сіздің енді сәл болса да активіңіздің көтерілуіне ше. Соны халық басқаша түсінеді да. Енді ол адамдар бір-біріне себепкер болады шынымен. Мысалы, сіз мен активіміз көтеруіміз мүмкін, жаңағыдай сол қосылайық та ше. Мен сіз үшін істеп беруіміз мүмкін. И содан енді ол жігіт енді тілге жатып алған баяғыдан сол камераның қасында жүрген жігіт қой ол. Жоқ, мен насчет Гуджан ештеңе айтпаймын. Сол мен кәдімгідей Гуджанмен таныстық тоқтатқаннан кейін менде ұлы депрессия басталды. Мен азамат. Ішкі состоянием бәрі өзгерді. И мен кәдімгідей өмірдегі бұрын менде смелость пайда болды, уверенность пайда болды. Бұрын адамның көңіліне қарайтын едім. Оказывается, не стоит екен ол нәрсе. Бұрын жұртты өзімнен жоғары қойып қоятын едім. Бұрын жақсы көрген адамдар жүрегіме салып алатын едім. Оказывается, ол нәрсе не стоит деп мен кәдімгідей трансформация болдым сол ситуацияның арқасында. Сөйтіп мен басқа адам болып шықтым. А так я... Тез бауыр басасыз ба сіз, Маржан? Мен осознанно менде бар. Мені я халыққа танысса, Гуджан келгеннен кейін көбісі танып, 2 апта танысып болды ғой енді. Мен вообще батыс 2 Қазақстан. апта болғанда, толық 2 апта емес, 5 жерге ма, 6 жерге бардық қой. Адам қылған демеңдерші, Гуджанға дейін мен өзім жағдайым жасап алған адамын, именно жағдай туралы айтып жатқан. Мына жерде ше, Гуджанды... Маржан. Ой, блядь, не в тему болып кетті. Ау. Негізі сол бүкіл сұраққа жауап беру міндет па негізі? Жоқ, просто қайта-қайта жазып жатыр да, сен адам болған ғой деп мерзіп қайта қоя берсе, соны қайта сіз жауап бере бересіз ба негізі? Жоқ, бір жауап бере салайыншы дегенмін ғой.